Бүгінгі бағдарламада Алматы қаласы Түрксіб ауданы Бөбекжай балабақшаларының ұйымдастыруымен өтіп жатқан іс-шара жайында айтпақпыз. Сіздермен Балабақша Today. Алматы қаласы Түрксіб ауданы мектепке дейінгі ұйымдарының басшылығымен, ата-аналармен, тәрбиешілермен ұйымдастырылып жатқан Жеңіс ұрпақтарымыздың мәңгі есінде атты музыкалық фестиваль іс-шарасы өтіп жатыр. Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына орай Түрксіб ауданының мектепке дейінгі басшылары жас ата-аналармен, өсіп келе жатқан тәрбиеленушілермен осындай керемет іс-шара өткізіп жатыр. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты біздің аталарымыз 80 жыл бұрын өз еріктерімен Ұлы Отан соғысына қатысып, өздерінің батылдықтарымен бүкіл Совет өкіметіне атақты болғанын еске салғымыз келеді. Біздің атақты ардагерлеріміз және де Түрксіб ауданының мектепке дейінгі ұйымының ардагерлері, соғыс балаларын осы іс-шараға біз шақырып отырмыз. Түрксіб ауданының тыл иегерлерін шақырып, және де балабақшада жұмыс істеген ардагерлерді шақырып, осында керемет іс-шара жүргізіп отырмыз. Әрине бүгін Түрксіб ауданында дүбірлі үлкен керемет той. Ол біздің ұлы жеңіске 80 жыл тойлауда. Өйткені 80 жылдыққа қатысты емес, қазір біздің қатарымыздағы ұрпақтардың кем шығар. Өйткені менің аталарым қатысты, әжелерім қатысты. Сондай-ақ мен өзім мектепте оқып жүргенде Мәншік Мәметова атындағы дружина советінің председателі деді ғой, осындай кереметтей жұмыстар атқаратынбыз. Сонда айтатын едік: сілкінтіп зеңбіректер, жердің жүзі, оқ борап снарядтар қаққан ұзын, қаптаған қалың жаудан тайсалмаған, мен көрдім пилоткалы қазақ қызын деп. Бүгін мына жерге келе жатып, пилоткадағы қанша қазақтың қызын көргенде, бірақ ешқашан Мәншіктің киімін кимесе екен, осылай қуаныштың, берекенің тойында жүрсе екен деген ниетте болдым. Сондықтан мына Түрксіб ауданына үлкен ұйымдастырған іс-шарасына шын жүрегімнен рахметімді айтам. Бұл өмірде бар ардагерлеріміз жүз жасасын, осындай керемет тойдың куәсі болсын. Бүгінгі іс-шарадағы өлең айтатын, би билейтін жас ұрпақтарымыз тек шаттықтың, берекенің, тойдың биін билеп әнін салсын деп тілеймін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Бүгінгі іс-шарамыз бұл Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына орай мына мектепке дейінгі балабақша кішкентай бүлдіршіндерге қойылып жатқан іс-шара. Бұның мақсаты жаңағы жастарымызды, кейінгі ұрпақтарымызға осы жеңістің қалай келгенін, сол жеңісті құрметтеуді, қазіргі мына бейбіт өмірді алып келген ардагерлерімізді құрметтеу. Барлық осы Қазақстанның ардагерлерін осы мерекемен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, аспанымыз ашық болсын, ешқашан бұндай соғыс болмасын, келешек ұрпақ тек қана жарқын болашақта өмір сүрсін. Ауданымызда 23 мемлекеттік балабақша бар, 83 жекеменшік балабақша бар. Бүгінгі іс-шараға сол 23 балабақшаның кішкентай бүлдіршіндері қатысып жатыр. Бір сағатқа созылатын шара тек мына Ұлы Отан соғысының ардагерлерін құттықтау мақсатында, дәріптеу мақсатында қойып жатқан іс-шара. Ұлыстың ұлы күні жеңістің 80 жылдығына арналған үлкен бүгін мерекелік іс-шара Түрксіб аудандық мектепке дейінгі балабақша меңгерушілері, тәрбиешілері және соның жеткіншектер үлкен концерттік программа берді. Енді жеңіс туралы айтатын болса, осында біздің үлкен ата-аналарымыз, бұл жерде біздің үлкендеріміз жоқ. Дегенмен де тыл ардагерлері, осында балабақшаның меңгерушілерді ата-аналарға, балаларға осы жеңістің қалай келген жеткізуге тырысты. Және қаншама адам, ұлыс пен ұлттардың өкілдері қатынасып отыр. Жалпы Түрксіб ауданындағы еңбекші халық, осындағы балапандардың еңбегіміз бағалап, қаншама жаңағы іс-шаралар өткізіп жатыр. Жеңістің 80 жылдығына арналған іс-шаралар еліміздің түкпір-түкпірінде өтіп жатыр. Бүгін соның бір көрінісін біз тамашаладық. Менің қасымда да тыл ардагері апамыз тұр мінекей, қаншама осы еңбек жолында жұмыс жасаған. Сондықтан біз әр кезде осы үлкен кісілерді мадақтауымыз керек, құрметтеуіміз керек.
бүгінгі концерттік программа осы тыл ардагерлеріне, аналарымызға, аталарымызға арналған. Құтты болсын дегіміз келеді жеңісіміз. Бүгінгі бағдарламада Алматы облысы Еңбекшіқазық ауданы Қырбалтабай ауылында орналасқан Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп жайында айтпақпыз. Бүгінгі күн ұлы жеңістің 80 жылдығына және батырларға тағзым. Бүгін Қырбалтабай ауылдық округында, Қырбалтабай ауылында өте керемет, жақсы деңгейде керемет іс-шара өтті. Осы іс-шараға Алтынсарин орта мектебі, сонымен бірге Екпінді негізгі орта мектебі, Шалқар негізгі орта мектебі, Қырбалтабай амбулаториясы және Тоғжан балабақшасы, барлық ұстаздар мен тәрбиешілер осы керемет шараға қатысқан болатын. Шара өте керемет өтті. Және осы шараға ауылдық округымыздың аналар алқасы қатысты, сонымен бірге үлкен ақсақалдар, барлық ауыл тұрғындар қатысты. Шара өте керемет өтті. Осы өткен керемет шарамыз қазіргі таңда біздің жас ұрпаққа, біздің оқушыларымызға керемет ұғым, керемет тәрбие берді деп ойлаймын. Неге десеңіздер, өйткені бұл шарада әр оқушылар осы ұлы отан соғысының батырларға тағзым деген сөзіміз, осы батырларды ұмытпау, батырларды еске алу. Осы сәтте осындай ұғым, осындай тәрбие алған болатын. Сонымен бірге бұл іс-шараны бізде және біздің мемлекетімізде ешқашан ұмытпаймыз. Бұл әрқашанда біздің есімізде. Осы іс-шараны ары қаратай да керемет қылып, алдағы жылда да керемет өткізуге, Алла бұйыртса, керемет өткіземіз. Бүгінгі мына болып жатқан ауылымыздағы ұлы отан соғысына 80 жылдығына орай батырларға тағзым атты іс-шараға қатысып, бүлдіршіндерімізді сол шараға бүлдіршіндерімізбен бірге атсалыса қатысып, ескерткіштің басына гүл шоғырларын қойып, балаларымызбен салтанатты шеруге қатыстық. Балаларымыз өте жақсы әсер алды. Балаларды тәрбиелеуде осы бойларына отанға деген қызығушылықтарын, сүйіспеншіліктерін, көзқарастарын ояту мақсатында осындай шеруге атсалыстық. Елімізде амандық, тыныштық, бейбітшілік болсын. Мұқағали Мақатаев ағамыз айтқандай, жанбасын от, соғыс жалыны, сәбилер болсын бақытты. Болмасын соғыс болмасын, болмайды соғыс болмайды дегендей, соғыс ешқашан болмасын. Бүгін мінекей батырларға тағзым атты жеңістің 80 жылдығына орай үлкен мәдени іс-шара болып өтті. Іс-шараға мектебіміздің, балабақшамыздың жастары, оқушылары қатысып, өздерінің өнерлерін көрсетті. Мінекей жеңісті жақындатқан біздің батырларымызға мың тағзым. Батырлар ешқашанда ұмытылмайды, ерлік ұмытылмайды. Қашанда біз жастар, кейінгі жас толқындар осы батыр аталарымыздың, апаларымыздың ерліктерін мәңгі ұмытпай есте сақтап келеді. Жеңіс деген оңайшылықпен келген жоқ. Қаншама тылда жастар, апалар еңбек етті. Оңайшылықпен бұл жеңіске жеткен жоқпыз. Енді қашанда мына жеңісіміз ұзағынан сүйіндіріп, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аналық алғысыменен ақ батамды беремін. Бүгін әрбір қазақ азамат үшін ерекше күн деп есептеймін. Себебі бүгін жеңіс күні, ұлы отан соғысының жеңісіне 80 жыл толып жатыр. Жеңіс әрине оңайлықпен келген жоқ. Қаншама азаматтарымыздың қаны төгіліп, қаншама жас буынымыз өмірден өтті. Солардың арқасында міне бүгінгі күнге жетіп отырмыз. Осы жеңіс күні біздің мектебімізде үлкен іс-шаралар өткізілді. Соның бірі мектеп әкімшілігімен, ауыл әкімшілігімен бірлескен ұлы ерлікке тағзым атты үлкен шара өтті. Сол шараға мектеп әкімшілігі, мектеп оқушылары, жалпы мектеп мұғалімдері өз дәрежесінде қатысты деп есептеймін. Әрине жеңіс бізге көптеген жақсы нәрселер әкелді. Бүгінгі тәуелсіздігіміз осы ағаларымыз бен апаларымыздың арқасында келді деп есептейміз. Жеңіске жеткізген әрбір қазақстандық азаматтарға басымызды иеміз. Солардың арқасында тәуелсіздігіміздің туы желбіреп, әрқашан жоғарыда тұрсын деп тілейміз. Біз мектеп мұғалімдері осы өскелең ұрпаққа осы жеңістің оңайлықпен келмегенін жеткізу жолында әрқашан аянбай еңбек етеміз деген сенімдемін. Жас ұрпақ сол жеңіс күндерін
жеңістің оңайлықпен келмегенін ұмытпағаны жөн. 9 мая – это особый день для нашего поколения. Мы не видели этой войны, но память об этой войне живет в наших сердцах. Сегодня в нашем поселке Кир-Балтабай проводилось мероприятие, посвященное 80-летию Великой Отечественной войне. Это мероприятие имеет важное значение для подрастающего поколения, потому что они должны знать, какой ценой досталась эта победа. Сегодняшнее мероприятие имело очень важное значение для наших учеников. Дети должны знать, что происходило во время Великой Отечественной войны, кто участвовал в этой войне. И задача учителей нашей средней школы – привить патриотизм, чувство ответственности. Дети должны знать, какой ценой досталась эта победа, чтобы в мире никогда не было войн. Бүгін Қарбалтабай ауылдық округінде ұлы жеңістің 80 жылдығына орай патриоттық ән кеші өтті. Бұл іс-шара жыл сайын дәстүрлі түрде өтеді. Округтың оқушылары патриоттық ән айтты, өлең оқыды, отан ана ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Бұл ерліктің, бейбітшіліктің, отанға деген сүйіспеншіліктің мерекесі болып есептелінеді. Бұл іс-шара оқушыларға патриоттық сезім, ата-бабасының ерлік пен отанға деген сүйіспеншілігінің мерекесі болып есептелінеді. Бүгінгі бағдарламада Алматы қаласы Түрксіб ауданы Гёте 261 мекенжайы бойынша орналасқан номер 31 жалпы білім беретін мектеп жайында айтпақпыз. Сіздермен Мектеп Ньюс. Жалпы білім беретін номер 31 мектепте ұлы жеңістің 80 жылдық мерекесіне орай патриоттық әндер челленджі басталған болатын. Бұл челленджді мектеп ұстаздары ана туралы баллада әнімен бастадық. Челлендж жалғасын тауып, әкелердің қолдауымен мектебіміздің үлкен әкелер хоры құрылды. Осы хорды құру кезінде біз мектепте бір үлкен әкелер форумы өткізу керек екенін түсіндік. Сол мақсатта да әкелердің қоғамдағы бала тәрбиесіндегі рөлі туралы насихаттайтын, анықтайтын бір жақсы іс-шара өткізіміз келді. Бүгінгі өтіліп отырған іс-шара соның айғағы, дәлелі деп айтуға болады. Себебі әкелерден құралған хор бүгінгі өздеріңіз көріп отырған жаңағы өздерінің әндерін тарту етіп жатыр. Сонымен қатар қоғамға белсенді араласып жүрген әкелердің өмірін насихаттау, қоғамдағы қызметін насихаттау мақсатында өткізіліп отырған бұл іс-шара өскелең ұрпақтың бойына патриоттық сезімді сыйлайтын, анаға, әкеге деген құрметті сыйлайтын бір іс-шара болады деген сенімдеміз. Сонымен қатар бұл іс-шараны тәрбиенің 3 бағытын қамту мақсатында өткіздік. Ол дегеніміз ұстаз, ата-ана және де оқушылар. Ұстаздарымыз бастаған хорды әкелеріміз жалғастырып, әкелеріміздің хорын балаларымыз жалғастырды. Бұл тәрбиенің 3 тағанының, тәрбиенің негізгі мақсатының орындалғанының белгісі. Жалпы осы челленджді бастағандағы мақсатымызға біз айқын жеттік. Себебі ол жерде аналарымыздың, әкелеріміздің, балаларымыздың хорлары шыққан болған. Сонымен қатар бақытты балалық шақты сыйлап отырған, қазіргі бейбіт өмірде соғыссыз заманда ән шырқап, би билеп жүрген кішкентай бүлдіршіндеріміздің бейбіт өмірді бейнелеген бейне сюжетінде тамашаладыңыздар. Жалпы іс-шара өз мақсатына толық жетті деп ойлаймыз. Білім ордасына келіп, әкелер форумына жиналып отырмыз. Шын мәнінде бұндай шаралардың маңызы өте зор, әсіресе білім ордаларында болып жатқан зор. Өздеріңіз білесіздер, жалпы ата-аналар жиналысы деп жатамыз. Бірақ көп жағдайда осы аналар қауымы, әйелдер қауымы бұл шараларға белсенді, әсіресе ер азаматтар кейде жұмыс шаруасымен, күнделікті отбасының қамымен бұндай игі шаралардың басқасында бола алмай қалып жатады. Сондықтан бұл шаралардың шағын көлемде бола ма, республикалық көлемде бола ма, әрбір отбасыға тигізетін өзінің үлесі бар деп ойлаймын. Енді біз ұлттық өнердің өкілі болғандықтан, дәстүрлі өнердің өкілі болғандықтан, көп жағдайда қазір барлық ата-аналар болсын, жалпы қоғам болсын, мемлекеттің ұстанымы болсын, әрбір отбасына ұлттық тәрбиеге қайтару деген ұстаныммен жұмыс жасалып жатыр ғой.
Сондықтан да бізде бірден бір спикер ретінде осындай шараларға шақырып тұрады. Жалпы қазақ тәрбие, қазақы болмас, қазақ отбасындағы әкенің орны, баланың орны, қыздың тәрбиесі, тіпті ене мен келіннің қарым-қатынасына дейін осы дәстүрлі насихат қалай болады, жалпы тарихымызда қандай ұстанымдар болған деген нәрсені шама шарқымызша осы өскелең ұрпаққа, оның ішінде оқушыларға, студенттерге әртүрлі форматтағы шараларды жеткізіп жүрміз. Сондықтан бүгінгі шарада соның бірі деп ойлаймын. Алла қаласа осында келген әкелерге тиімді және балалармен қарым-қатынасында бір пайдалы болатын бір рухани керемет кеш болады деп сенемін. Осындай шараны ұйымдастырған білім ордасына, білім ордасының басшылығына алғыс білдіремін. Спорт саласында көп жылдар еңбек еттік, спортшы болдық, одан бапкер болдық. Қазір Шымкент қаласындағы Олимпиада даярлау орталығының бөлім басшысы болып қызмет жасаймын. Бұл жерге келген мақсатым осы мектепте ұлым Дәулет Орынбасар оқиды. Осы Қайрат клубында футболшы, өзі спортшы. Осы бүгінгі өтіп жатқан бала тәрбиесі жөніндегі іс-шараға өзіміздің балдарды тәрбиелеу жөніндегі ой пікірімізді, жас ұрпаққа қалай тәрбие беру керек, қандай мақсаттар қою керек, қандай армандар болу керек балдардың, сол жайында жиынға қатысуға келдім. Бүгін біздің Түрксіб ауданымызда 31-ші мектепте кереметтей форум өзінің жалғасын табуда, әкелер форумы. Бұл форумнан біздер не аламыз, балдарымызға не береміз, балдарымызға тек қана үгіт, насихат, тәрбие, және де отбасыда қандай тәрбие, қоғамның қандай тәрбиесі бар бүгінгі күнге. Қандай тәрбие алғаннан кейін әсер алады ол балдарымыз, және де қандай ертеңгі болашағында үміт артып, жоспарын қандай құрады, сол форумға, осы форумда талқылайтын боламыз. Форумға қош келдіңіздер. Бүгінгі форумымызда бізде жақсы спикерлер жазылған, сол спикерлерді тыңдайтын, бірігіп, сол осы тақырып бойынша талқылайтын боламыз. Бүгін мынау әке туралы өте керемет кеш өтті, өте пайдалы, өте жақсы. Мынау кішкентай балаларға өте жақсы тәрбие беретін жақсы кеш өтті деп есептеймін. Бәрі өте жоғары деңгейде, бәрі жақсы өтті. Бүгінгі мына форумды ұйымдастырып отырған 31-ші мектеп ұжымына алғысымыз шексіз. Бұл форумның енді мақсаты осы бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі. Мен ойлаймын, осында келген барлық бүгінгі форумға қатысқан әкелер өте әсерлі сезіммен кетті. Өйткені біз жаңағы тек қана осы оқушылардың әкелерін емес, және де осы ұстаздардың да әкелерін бүгін шақырып, құрметтеп, 7 мамыр күніне орай шақырып, өздерімен бірге ән айтып, өте әсерлі, керемет, жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Бұл іс-шара енді біртұтас тәрбие аясында бізде үштік одақ деген бар. Үштік одақтың ішіне ата-аналар, ұстаздар және оқушылар кіреді. Осы үштік одақ біріккен кезде бұл бала тәрбиесіне, бала кейін жақсы тәрбие алады деген ой мақсатында жасалынып отырған форум. Ауданымызда 28 мектеп бар, сол 28 мектебінде әрқайсысында осындай әкелер форумы, әжелер форумы, аналар және аталар форумы деген форум бар. Енді бұл 31-ші мектептің бүгінгі берген жаңағы іс-шарасы, бұл бір жылдық істеген өздерінің жаңағы атқарған жұмыстарының нәтижесі. Бүгінгі бағдарламада Алматы қаласы Түрксіб ауданы Алтайбыр ықшам ауданында орналасқан Дүйсен Бабаев атындағы номер 115-ші жалпы білім беретін мектеп жайында айтпақпыз. Қараңдар, мына жерде Абай атамыздың суретін қойыпты. Иә, балалар, биыл Абай аталарының туылғанына 180 жыл толды. Балалар, сіздер білесіңдер ме? Біздің сыныпта Абай аталарының атымен аталған баланың бар екен. Ол мен ғой, мен Ибрахиммін. Иә, ол Ибрахим екен. Абай, ол біздің Ибрахим ғой. Ал бұл атақты ақын Абай Құнанбаев. Дұрыс айтасың. Бұл Абай Құнанбаев. Ал біздің Ибрахимге не қатысы бар екен? Ибрахимнің ата-анасынан сұрап көрейік.
Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздердің үйлеріңізге менің балаларым қонаққа келіп қалды. Ата-ана, бүгін сіздің немереңіз Ибрахимнің атын неге Ибрахим қойды деп, бүгін менің балаларым сіздердің үйлеріңізге қонаққа келіп қалды. Ал Ибрахим баламызды азан айтылып қойылған шын аты Ибрахим, 25 пайғамбардың бірі. Жаңағы қазақ топырағынан Құнанбай атамыз Меккеге барып, сол жерде қонақ үй салдырған. Сол қонақ үй салдырған кезде сол жақта Ибрахим деп ат қойған. Ал енді менің Ибрахим деп ат қойған себебім, бақаласа мынау үлкен имам болсын, үлкен қари болсын деп сондай ырыммен қойғанбыз. Ал жеңгелері қазақ дәстүрі бойынша Ибрахимді телғара деп атаған, өзінің атын атамаған. Ал Зере әжесі болса Абай деп еркелеткен. Ал мына балам құйма құлақ бол, ақылды бол, Құда қаласа үлкен жігіт бол, данышпан бол. Көреген бол, әділ бол, Құда қаласа. Халыққа жақсы жұмыс істе, үлкен жігіт бол. Көрдіңдер ме балалар, Абай деген есімнің қайдан шыққанын түсінген шығарсыңдар. Ал ата, енді сізге үлкен рахмет. Мына балаларыңызға өзіңіздің батаңызды беріп жерсеңіз. Илахи әмин. Абайдың ақылын берсін, Жамбылдың жасын берсін, Әміленің әмін берсін, Сәкеннің сәнін берсін, Құрманғазының күйін берсін, Шараның биін берсін, Қажымұқанның қайратын берсін, Исатайдың айбатын берсін, Мұхтардың атағын берсін, Бауыржанның жүрегін берсін. Амин, Аллаху акбар. Біз қазір Абай даңғылының бойымен келе жатырмыз. Бұл көше Абай ескерткішінен бастап Строительная көшесіне дейінгі аралықты созылып жатыр. Бұл көшенің ұзындығы 18,18 километрге созылып жатыр. Бұл көшенің бойында Әуезов, Бостандық, Медеу аудандары орналасқан. Көше 1960 жылға дейін Аричная көшесі болыпты. Ал 60 жылдан бастап ұлы ақынымыз Абайдың құрметіне берілген көшелердің бірі. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевқа арналған бұл ескерткіш 1960 жылы салынған екен. Мүсіншісі Наурызбаев. Ескерткіштің ұзындығы 14 метр. Бұл ескерткіш Алматы қаласының ғана емес, бүкіл республикамыздың мәдени ескерткіші болып саналады. Бүкіл әлем танысқан Абай атам данышпан, оқимын жатқа жырыңды, тұратын ар мен намыстан. Айтасың ақыл жырыңмен, бөлісі бойлы сырыңмен, ғылым мен білім үйреттің, танытам соны бүгінмен. Талабым менің төске өрлі, шалынып қалмай еш жерде. Ибрахим менің есімім, Абайдай болам өскенде. Құрметті халайық, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Дүйсен Бабаев атындағы жалпы білім беретін мектептің ұл балалары, ер азаматтары Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерекесіне орай Абайдың бір әнін тарту етеді. Сәулесі